Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз Озон Wildberries және Каспийдан арбитражға неге ауысу керек екенін айтатын боламыз. Мысалы, мен бұрын осы Wildberriesмен айналыстым. Мысалы, қараңыздар. Статистикамды көрсетейін. Мысалы, басында бастапқы кезеңдері, кейін бастапқы кезеңдері мына жақта екен. Мына жақта мысалы 360 мың түскен. Сосын маған 200 мың, 483 мың, 373 мың, 297 мың, 201 мың, 191 мың, тағы да басқа суммалар түскен. Общий Каспий Озон Wildberries алған кезде 5 миллиондай ақша түсті. Мен қазіргі кезде мүлде Wildberriesмен алып жүрген жоқпын. Не үшін? Өйткені мен істеп жүрген кезде Wildberries'тен ақша айына бір рет түсетін, қазіргі кезде жұмасына бір рет түседі. Бірақ оның өзінде сізге сол апарған товарыңыз сол кісіге жету керек, сосын бірақ ақшаны түседі. Екіншіден, сіз оны товарды орау керексіз, басқа жақтан сатып алу керексіз, немесе қытайдан заказ бересіз, и оны сіз Атакент немесе Байсеркеге апарасыз, немесе футболға жібересіз. Уақыт көп алады да. Біріншіден. Және де екіншіден, сіз анализ жасау керексіз, товар іздеу керексіз, қайсысы просто емес, конкуренция көп. Минустар көп. Сондықтан мен арбитражға ауысып кеттім. Арбитражда мен үйде отырып, долларды арзанға алып, қымбатқа сатып отырмын. Соның арқасында күндегі пайдасы маған сол күні түседі. Bir жұмалап, екі айлап күтпеймін. Немесе маған бір жаққа шығып қажет емес, тек қана осы үйде басқа жұмысымен айналысып, осы жұмысты қолыма ала беремін. Мысалы, сіз Wildberries істеп жатқаныңыз мүлде тасып кет деп айтпаймын. Осы Wildberries'тің бір істеп жатқан Wildberries'ке салатын ақшаның 100 мың теңгесін арбитражға салып көріңіз, істеп көріңіз. Сосын сізге жақсы болса, ол жаққа ауысып кетесіз. Мысалы, бір жылға обучение өтесіз, обучение өткеннен кейін ақырындап арбитраждың күндегі пайдасын алып жүре бересіз. Мысалы, менде арбитражда қазіргі кезде Binance платформасынан көрсетейін. Binance платформасымен мен қазіргі кезде жұмыс жасамаймын. Жаз кезінде жасадым, менде 769 сделка болған, оның 624 продажа, яғни Ресей мен Қазақстан арасындағы связканы жасадым. Связкалар туралы білгіңіз келсе, менде астында видеолар бар, тағы да сол видеолар көрсеңіз болады. Енді қараңыз, менде общий 7 биткоин болған. 7 биткоиніміз ол бізде 140 миллион теңге болады оборот. 140 миллион теңге. Мысалы, қараңыз, қазіргі кезде биткоин 21 миллион ба, сондай болып тұр. Мен 20 миллионда алайын, 140 миллионның допустим 1%-ын мен пайдам болды деп есептейтін болсақ, ол кезде 1.400.000 теңге пайда түсті деген сөз. Ол кезде Ресеймен арасындағы тек қана 1% болған жоқ. Ресеймен жасаған кезде ол 3%-ға дейін жетті, кейде 5%-ға дейін жететін кездер болған. Примерно маған 1 миллион немесе 1.400.000 арасындағы пайда түсті. Бұл жерде расходтар бар әрине. Мен киви кошелектер сатып алдым, орыстардың паспортын сатып алдым, номерін сатып алдым. Тағы да бұның ішінде Binance аккаунттар сатып алған кездерім болды. Сол расходтармен примерно маған қолыма 800 мың теңгедей түсті. Яғни мен 800 мың теңге құйдым, 800 мың теңге пайда түсті маған. Бұл 3 жұманың ішіндегі результат болды. 3 жұманың ішінде осындай результаттарға жетті мен. Сондықтан сіздерге мен қазіргі кезде бүкіл Озон Wildberries тастап кет демеймін, бірақ та осы арбитражды істеп көрсеңіз болады. Сізге ол үшін просто Binance платформасына тіркелесіз. Binance платформасына тіркелген номер почтамен тіркелесіз де, ақырындап осы платформаны зерттеп көріңіз. Егер де жақсы результаттар болатын болса, ақырындап осында табыс көзі қалып алсаңыз болады. Бір жақтан Wildberries'пен істей бересіз, бір жақтан арбитражбен істей бересіз. Видеоның соңына дейін көргеніңіздерге рахмет, үлкен рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады.